Бәріне сәлем достар. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілінде present continuous, яғни созылмалы осы шақты үйренетін боламыз. Тақырып өте оңай, мүлдем күрделі емес, және де бұл ағылшын тілінде сөйлеу үшін өте маңызды, керекті тақырып болып табылады. Жалпы present continuous деген не, ол қай кезде қолданылады? Present continuous, яғни созылмалы өткен шақ әлі орындалып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Яғни іс-әрекет дәл қазіргі сәтте орындалып жатыр. Мысалы, мен сөйлеп отырмын сіздерге, бұл дәл қазіргі сәтте менің істеп отырған іс-әрекетім. Мына жерде мысал жазылған: I am cooking now. Мен тамақ істеп жатырмын. Мен дәл қазіргі сәтте тамақ пісіріп жатсам, үстіп айта аламын. Немесе he's playing football. Ол футбол ойнап жатыр. Жаңағы футбол ойнап жатқан жігіт дәл қазіргі сәтте есіктің алдында доп теуіп ойнап жүр. Ол кеше жасаған жоқ, немесе болашақта жасайын деп жатқан жоқ. Дәл қазіргі сәтте іс-әрекет әлі жалғасып жатыр. Ол футбол ойнап әлі біткен жоқ. Мысалы, жаңа мен тамақ пісіріп әлі біткен жоқпын. Сөйлеп әлі болған жоқпын деген секілді. Present continuous'та сөйлемдерді қалай құраймыз? Бізге жүктеу есімдігі, яғни мен, сен, ол, олар деген секілді I, you, he, she, it, we, they, және де осыған көмекші етістікті жалғаймыз. Одан соң негізгі етістікке ing-ді жалғаймыз. Бұл қалай? Жалпы көмекші етістік деген не? Көмекші етістік бізде present continuous'та am, are, is, және экранда көрініп тұр, көмекші етістіктері қажет. I-ды қолданған кезде үнемі am-ді қолданамыз. Мысалы, I am. Басқа you am деп айтуға болмайды, немесе they am деп айтуға болмайды. I am деп қана айту керек, екеуі тек қана бірге болады. Одан соң you, we, they-ді қолданған кезде are-ды қолдануымыз қажет. You are, we are, they are, немесе I are, немесе he are деп айтуға болмайды. Сол секілді he, she, it-ті қолданған кезде is-ті қолдануымыз қажет. He is, she is, it is, жаңағы I is, you is деп айтуға мүлдем болмайды. Сонымен қатар бізде always, constantly деген осы present continuous'ты белгілейтін сөздер болып табылады. Яғни осы сөздерді көріп қалсаңыз, always деген үнемі, constantly яғни тұрақты деген сөздерді көріп қалсаңыз, сіздің оқып тұрған сөйлеміңіз present continuous болуы әбден мүмкін. Енді мысал келтірейік. I am going to school with my brother. I деген мен, яғни жүктеу есімдігі, am деген көмекші етістік, going, go деген жүру деген етістік, кәдімгі оған ing-ді жалғап going деп айтып тұр. I am going to school with my brother. Мен ағаммен бірге мектепке бара жатырмын. Дәл қазіргі сәтте ағам екеуміз мектепке кетіп бара жатырмыз жүріп. He is doing his morning exercise. Ол өзінің таңғы жаттығуын жасап жатыр дәл қазіргі сәтте. He деген есімдік, is деген көмекші етістік, do деген кәдімгі біздің істеу деген етістік, оған ing-ді жалғаған кезде doing болып шықты. He is doing his morning exercise. Және де we are eating pizza. We деген біз, жаңағы are дегенді жалғаймыз. Eating, eat деген жеу деген етістік, оған ing-ді жалғаған кезде eating болады. We are eating pizza. Біз дәл қазіргі сәтте пицца жеп отырмыз. Келесі, бізде осындай конструкция бар. To be going to do something. Бұл конструкцияны біз бірдеңкені болжап айтқымыз келген кезде, немесе өзіміздің ниетімізді білдіргіміз келген кезде қолданамыз. Мысалы, I am going to sell my car. Яғни I am, бұл туралы білеміз, мына конструкциядағы going сөзі міне going деп тұр. To do something, бұл жерде sell my car. Яғни менің ниетім, мен өзімнің машинамды, көлігімді сатқым келеді. Мен өзімнің ниетімді айтып тұрмын. Дәл қазіргі сәтте сатып жатқан жоқпын, бірақ менің үстіп сатып жіберетін ниетім бар. Одан соң it is going to rain. Мысалға, аспанға қарап, аспан бұлттанып тұратын болса, біз айтамыз, жаңбыр жауғалы тұрған секілді деп. It is going to rain, бұл жаңбыр жауатын секілді, жаңбыр жауады. Бұл келешекте, бірақ бұны болжап айтып тұр. Жаңбыр дәл қазір жауып тұрған жоқ, бірақ бұл жай ғана болжау. Осындай кезде present continuous және де ing-ді қолданамыз. Одан соң present continuous'тағы болымсыз сөйлемдер қалай құралады? Ол үшін жаңағы am, are, is көмекші етістіктері қажет. You, with, they-ді қолданған кезде are-ға not деген сөзді қоясамыз, are not немесе aren't деп айтсақ болады. Not деген яғни болмау, болымсыз, бірдеңкені болдыртпай тастайтын сөз. He, she, it-ті қолданған кезде is not немесе қысқаша isn't деп айтсақ болады. Қазір мысалмен түсіндіреміз. I'm not playing tennis. Мен теннис ойнап жатқан жоқпын. I, жаңағы есімдігіміз am деген көмекші етістік, not жаңағы болымсыз сөз, playing tennis. Мен теннис ойнап жатқан жоқпын. Болымсыз іс-әрекет. She's not kidding. Ол қалжыңдап тұрған жоқ.
мысалы да. Енді келесі present continuous'тағы сұраулы сөйлемдер қалай құралады? Жаңағы бізге үш көмеш жетістігіміз қажет, олар өздерінің қолданатын орны бар әрқайсының. Енді көмекші, яғни сұраулы сөйлемді құрау өте қарапайым. Көмекші жетістікті сөйлемнің алдына шығарып жібереміз. Мысалы, are you kidding? Яғни are деген жаңағы көмекші жетістігіміз үнемі you'дан кейін артта тұратын еді ғой. Ол қазір алдына шығып кетті. Are you kidding? Сен қалжыңдап тұрсың ба маған, мысалы? Немесе is she doing her homework? Ол қазір өзінің үй жұмысын орындап жатыр ма? Алдымен is көмекші жетістігі сөйлемнің алдына шығып кетті. Is, одан соң барып she, жаңағы есімдігіміз is she doing? Етістік соғалпы қалады, doing орындап жатыр ма? Her homework, her деген оның деген сөз, homework үй жұмысы, ол өзінің үй жұмысын орындап жатыр ма? Міне достар, present continuous өте оңай, өздеріңіз қайталап көріңіздер және де комментарийға мысал келтіре кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.